қорықпаңыз, бәрі жақсы болады. Бәй, сен қиялсың, сен басқа адамсың, сен мировоззрениең басқа. Әртүрлі партнермен ғашықтық сахналарын сомдайсыз. Партнерына сезімі оянып кетуі мүмкін бе? Өте жақсы сұрақ. Бауыр басып қаласың кәдімгідей. Айтып жалғастыра берейін ба? Дариға Бадықованың екі күйеуі бар. Енді ол жұмбақ болып қалсын. Енді біз қалай айтсам болады? Кешірім сұраймын, егер жеке сұрақ болса. Нет, ничего невозможно. Енді мен қызғанамын. Және бұл қаншалықты күлкілі болса да, ол солай. Мына жерде екі тамырым ұрып кетеді, кәдімгі тақ еткізіп. Ішіңізде бір әттеген айлар болмайды ма? Шашым тік тұра бастады, дәл қазіргі сияқты. Көп енді айта берсең. Осы нәрсе маған да азарт, маған да қызық нәрсе. Сәлем достар, бізде кезекті сұхбат. Бүгін бізде қонақта актер, режиссер, енді кинопродюсер десек болады, Рүстем Жанаманов. Қош келдіңіз аға. Сәлем баршаңызға, құрметті көрермен, Асмира ханым, өзіңізді көргенде қуаныштымын. Сіздің де подкастқа қатысу беріп тұр екен. Рахмет аға, уақыт бөліп келгеніңізге. Түсірілім алаңынан бірден келіп отыр бізге Рүстем аға. 12 желтоқсаннан бастап «Сен маған керексің» атты фильміңіз үлкен экранға жол тартады. Алдымен құттықтаймыз. Фильмді түсіруге қандай себеп болды? Қандай да бір оқиға себеп болды ма? Сол ең әуелі енді көрермен қазір естіп отырса, бұл ең алғашқы кином. Бұйырса енді бұл киноны түсіруге көп уақыт бойы оқыталған болатынмын. Көптеген жаңағы бизнесмендермен де сөйлестім, өйткені солар жаңағы үлесін қосады деген сияқты ең басты үлес қой, былайша айтқанда қаржылай көмек береміз деген кезде мен тоқтап сұраған болатынмын. Бұл қалай болады, қалай есептесеміз деген сияқты, ертең мен сіздерге қарыз боқамайын дегендей. Сол тараптан менде бір үрей болды, қорқыныш болды, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Ең әуелі мен оларды ақтай аламын ба? Мәселе қорқыныш сода болды. Сосын кейіннен бір шатаспасам бір 5 рет болды ондай оқиға. Сержан братан шулатып шыққан кезде де бір жігіттер келген болатын. Кеш сөйлесейік осы мәселемен деп, осы киноны полный метрін шығарсақ қалай болады деген сияқты. Сол кезде де мен ойланып қалған болатын, бірден айтқан болатынмын, Сержан братан менің идеям емес, оның өздерінің авторлары бар, сол кісілермен сөйлесу керек деген сияқты. Ол кісілер де кейін сол жігіттерге шығып сөйлескен болу керек, бірақ өкінішке орай түсірілмеді. Бірақ түсірілу керек еді. Одан кейін де тағы да кісілер болды, бірақ мен бәріне тоқтау бердім. Өйткені біреудің ақшасымен мен рисковать ете алмаймын деген ой тұрды менде. Сосын кейіннен өйстіп уақыты келді, білмеймін, өзімнің жаңа танысым Елжан деген жігіт. Театрдан бері таныспын, сол Тараз театрында жұмыс істеп жүрген болатын сол кезде. Актер кезінен білем. Сөйтіп ол жігіт кейіннен Казпродакшн деген ашты, өзі кино түсіре бастады, ютубқа. Сағым дейтін киносы бар, тәрбие лагері, көптеген жаңағы мықты үлкен кино болсын, қысқа метражды кинолар болсын түсіріп келе жатты. Сосын сол жігітпен ақылдаса келе мен айтқан болатын, Елжан спонсор керек, егер тауып жатсаң көрсек қайтеді осы киномыз түсіріп деп. Көп ақша кетірмей қояйық, бір 80 миллион жетіп қалар деп ойладық. Бірақ кейіннен 100 болды, 100 болған кезде мен шашым тік тұра бастады, дәл қазіргі сияқты. Кейіннен 130 болды, сөйтіп әйтеуір қалай 130 болып кеткенін түсінбей қалдық. Енді тағы да қазір көптеген мәселелер шығып жатыр алдымыздан, қиындықтар шығып жатыр. Ол киноны шығару үшін талай ақша кететінін біліп жатырмын. Мысалы, бірінші тырнақалды туынды болғандықтан көптеген мен білмейтін нәрселермен таныс болып жатырмын қазір. Киноның түсірілімі толық аяқталды ғой, иә? Біз оны жазда түсіріп қойған болатынбыз. Июнь кезінде бастадық. Сөйтіп, мінекей монтаж жұмыстары кетті. Одан кейін саундтрек дейміз, бояу жұмыстары бар. Бір талай жұмыс бар екен. Енді өзіңізбен бір түсірілім алаңында жүрген актрисалар, оның ішінде Дариға ханым бар. Кино түсіруде тәжірибесі бар ғой, ол кісілермен ақылдастыңыз ба? Ол кісілермен міндетті түрде ақылдастым. Ол кісілер маған айтты, қорықсаң қорқып жүре бересің. Мен істеп тұрмын ғой, міне деп жаңағы өйстіп сөйлейді ғой кісі. Прямой кісі маған өйстіп айтты. Мен түсірдім ғой, Рүстем, қорықпа. Бір берекеті болар. Ең бастысы тәуекелге бел буып, ештеңеден қорықпай, білек сыбанып кірісіп кет деп айтты. Сөйтіп кейіннен Гүлнұр апаймен де сөйлестім. Гүлнұр апай да маған өзінің рисктерін айтқан болатын, осындай тұстардан абайла деген сияқты, рекламасын жақсылап жаса, ертең халық келетіндей, еститіндей. Өйткені реклама деген нәрсе ол мықты болу керек, бүкіл халық есту керек.
Содан кейін барып прокаттың күнін жақсылап тұрып айту керек халыққа, құлақтарына құйып, міне 12-сі болады, 12-сі, декабрьдің 12-сі, желтоқсанның 12-сі айта бер дейді да. Бәрінің құлағында жүрсін. Сосын трейлер қызық болу керек деген сияқты тұстарды айтты. Енді сол тура айту бойынша келе жатырмыз. Аға, осыдан біраз уақыт бұрын сіз айтқан екенсіз, балалар жайлы фильм түсіргім келеді деп. Неліктен ол ойыңыздан айнадыңыз? Сол ойда әлі де тұрамын. Құдай қаласа екінші киномды сол балалармен арнап міндетті түрде түсіретін боламын. Өйткені өзім жаңа 3 жыл өсіріп отырмын. Соларға да бір қызық болатындай бір кино болса екен деймін. Қашанғы олар мысалы шетелдік киноны көре береді деген сияқты. Біз мысалы қазір кез келген кинотеатрда болып жатқан киноларға апара алмаймын. Ол жақта мысалы кейбірі 18+ болып қалады деген сияқты. Оларға енді өзінің деңгейінде жаңа балаларға бір 14+ бекен, 9+ бекен, сондай бір кино керек деп ойлаймын. Бір рет қана көруге тұрарлық фильмдер деген сынға ұшырап жатады ғой біздің отандық фильмдер. Сіз түсіріп жатқан «Сен маған керексің» фильмі қазақ кино тарихында қала ма? Осы идеяны жігіттермен бөлісіп айта бастаған кезде бәріне ұнады. Мынау өте ерекше екен деді, өте қызық екен деді идеяң. Қағаз бетіне түсіріп көрген кезде тағы да ойланып қалдық. Мынау әрлене бастады деген сияқты, мынау күштірек бола бастады деген сияқты. Бұны бекіткеннен кейін түсірген кезде мүлдем басқа болды. Өйткені ол жерде ойнап көрдік кәдімгідей, актерлерді шақырып көрдік, олармен партнер болып көрдік деген сияқты. Сөйтіп жұмыстар жасала келе бұл өзімізге қатты ұнай бастады. Бұл енді жасырмай айтам, фантастикалық комедия бізде, жанрымыз өте бір ерекше стиль деп ойлаймын. Бізде мысалы фантастика десе бүйтіп қаламыз, қалай фантастика? Фантастика десе бірден жаңағы шетелге еліктеу деген сияқты ой қалыптасып қалуы мүмкін бәрінде. Бірақ бұл фантастика біздің ертегілерімізде, фольклорда көптеп кездеседі. Неге біз фантастика десе бірден шетелді ойлаймыз? Біздің өзімізде де тұр ғой бұл дүние. Өзіміздің ұлтқа жақын, біздің манераға жақын, біздің жаңағы менталитетке жақын осындай бір қызық қылып ауыл мен қаланы байланыстырып бір фантастикалық кино шығарып көрейік деген ой баяғыдан қызық болды. Осыны айтып едім, бірден қолдай кетті. Жанр өте қызық. Киноны түсірген кезде де өзіміздің көңілімізден шықты. Қалай түсіргеніміз. Әрине оңай болмады. Ол жерде жаңағы компьютерлік графика бар деген сияқты. Соның бәрін енді былайша айтқанда өзінің мамандармен жолыққан кезде түсіне бастадық көптеген нәрсені. Тәй, ойдағыдай бәрі. Кино жаман емес, өте жақсы шыққан. Құдай қаласа халыққа ұнайды деген ойдамын. Ең бір сізді қатты қинаған бір тұсы бар ма аға? Қаржылық жағынан бөлек. Енді қаржылық жағынан бөлек айтатын болсақ, ол физикалық тұрғыда қатты шаршадым мен. Өзім бір 85 едім, салмағым. Кәдімгідей арықтап кеттім әр жерде. Өйткені көптеген жүгірістер болды, қозғалыстар болды, төбелестер болды, қашу болды, құлау болды деген сияқты. Мына белден орақ қойып жаңа каскадерлар көтерді. 30-40 50 метрге дейін көтерді. Сол кезде оның бәрін мен істеймін ба деп жаңа қорықтым. Сол кезде маған жаңа каскадерлар өзіміздің інілеріміз, достарымыз солар айтқан болатын. Аға, өзіңіз шығу керексіз, аяқта камераға бетіңіз көрініп қалады. Енді қайтем. Қорықпаңыз, бәрі жақсы болады. Сізді байлаймыз қазір. Сөйтсем, мынандай трос әлгі жерде. Жұқа. Мына мен көтерем ба десем, ол машинаны көтеретін трос, қорықпа дейді. Амал жоқ. Өзіңнің киноң. Ана жерде барыңды салу керек болды. Көтер деген жеріне көтерді. Жаңағы төбелесін қойып берді. Оның бәрін өзім істеуге тура келді. Маған бір жағынан өзіме де қызық ол нәрсе. Төбелесіп көру, тиіп кетсе де тек қойып жарайды, ештеңе қылмайды деп ары қарай жалғастырдық. Талай қызықтар болды енді. Жарыңыз Жанаргүл Жанаман ма? Ол кісі де сценарий жазады киноға. Сол кісінің жазған сценариймен фильм түсіру алда жоспарда бар ма? Ол өте философияға жақын адам. Жанаргүл. Мен сонысына өте риза боламын. Психология, философия, осындай адам қарым-қатынасы, осындай мәселелер оны қатты толғандырады. Шай ішіп отырып көптеген мәселені ақылдасамыз. Мысалы, оның Мұхтар Әуезов театрында жұмыс істейді, оның жұмысын талқылаймыз, оның алып жатқан рөлін талқылаймыз деген сияқты. Ол жаңағы мен түсейін деп жатқан киноның жаңағы сұрайды, рөлің қандай деген сияқты. Ол жерде кімді ойнайсың, қалай зерттеп жатсың оны деген сияқты. Осындай дәрігердің рөлін ойнайын деп жатсам, сен ендеше ана киноны көрші деген сияқты. Өзінше бір кеңестерін береді. Сондықтан оның осы ойына мен де қатты қызығам. Мен де көптеген сұрақтар қоям, өзіме қызық.
өзімді бір толғандырып жүрген сұрақтарымды қоямын, жауабымды аламын, кәдімгідей риза болып қаламын. Оған өзіне де айтамын, саған сценарий жазу керек ау, саған жаңағы кітап жазу керек ау деген сияқты. Ол енді сол нәрсені қолға алып, қазір ақырындап адамдармен жұмыс істеп жатыр. Ол тұсы да жақсы келе жатыр. Жақында сіз актер ретінде бой көрсететін Келінжан 3 сериалда көрерменге жол тартады. Желтоқсан айында, иә, қателеспесек. Иә. Не жоқ сендерге? Бұл қақта жүрсіңдер. Хватит! Сен әкім боламайсың ау. Немене боламайды екен? Все потеряно, сен бүйтіп қалдың ғой. Келінжан қалай ойлайсыз, көрерменді жалықтырған жоқ па? Басында ондай ой болған шығар адамдарда. Бірақ кейіннен көптеген адамдар, мысалы көшеде кездестіріп қалған кезде, керісінше айтып жатады. Ой, Қылыш, ассалаумағалейкум деген сияқты. Қылыш емес, мен Рүстеммін деп айтамын. Рүстем, Қылыш дей берейінші, маған ыңғайлы солай дейді да. Жарайды, айта берші, Қылыш, не болды? Осылай достай, сенің киноң бізге қатты ұнайды. Отбасымызбен көреміз. Менің мамам сені жақсы көреді, менің әкем сені жақсы көреді, менің әпкем сені жақсы көреді. Біз қысқасы отбасымызбен сені жақсы көреміз деп айтатындар көп. Және ол нәрсе маған қатты ұнайды, ол нәрсе мені қанаттандырады, шабыттандырады. Сөйтіп жаңағы сұрайды ғой сол кісілер. Қашан жалғастырасыңдар? Неге тоқтап қалды? Неге 4-пен тоқтап қалдыңдар? Неге 5-ші шықпайды деген сияқты. Сол кезде мен айтамын, аға, оны мен шешпеймін. Оны продюсерлер шешеді. Жоқ, продюсерлерің айтсаңдаршы, енді оны халық сұрап жатыр деп айтсаңдаршы. Оны жазамыз біз кәдімгідей продюсерлерге. Гүлнұр апай, халық сұрап жатыр деген сияқты. Ол кісілер мен айтпасам да біледі негізінде. Рүстем, білеміз, ендеше осы алдағы уақытта жазда тағы түсіру жоспарда бар деген сияқты айтады. Болмаса сериалын түсіреміз, болмаса киносын түсіреміз дегендей айтып жатады. Бұйырса енді міне 5 сезон шығыпты сериал, сосын 3 полный метр, яғни 3 кино 90 минуттан. Осы Келінжан 3 киносы тіпті қызық болатын сияқты. Бұл ешкімді жалықтырмайды әлі. Менің ойым, бұл әлде де қызығып халық сұрай беретін сияқты. Бұл жалғасын міндетті түрде табады алдағы уақытта. Келінжан сериалының әр кезеңі шыққан уақытта сіздің осындай бір сұхбаттарыңыздан кейін мынадай шу шығады. Менен көп гонорар сұрады деген сияқты. Осы жолы сіз қанша гонорар сұрадыңыз, айта аласыз ба? Енді ол жұмбақ болып қалсын. Енді біз қалай айтсам болады. Мысалы, бірінші сезонда алсақ ақша, екінші сезонда басқаша болады деген сияқты. Ол кісі өзі де біледі оны. Мен сендерге бұрынғыдай төлемеймін, мен сендерге былай төлеймін деген сияқты. Сөйтіп, әр сезон сайын біз өйстіп жаңағы бағамызды көтердік. Мен ғана емес, ол жерде бәріміз солай. Өйткені біздің де еңбек бар ғой. Ол кісінің де еңбек бар, біздің де еңбек бар. Жалпы театр болсын, кино болсын, жаңағы кез келген оркестр болсын, ол коллективтік жұмыс. Мен ешқашан кенде қалған емеспін, мен керісінше барым салып ойнаймын. Мысалы, мен жақсы көрем Қылыштың рөлін. Ол жаңағы менің осы карьерамдағы ең қиын рөлдердің бірі деп айтсам болады. Өйткені ол жерде суырып салатын жері бар, ол жерде жаңағы импровизировать ететін жері бар, ол жерде құлаш текст бар, ол оңай емес. Сен рөлді ұстап тұру, текст ұстап тұру, партнермен жұмыс істеу, ол біраз жұмыс кәдімгідей. Сол сияқты қиындықтар өте көп. Өте қиын жұмыс негізі. Басқа фильмдерде гонорарыңыз да өсіп отыра ма? Келінжанның әр кезеңінен кейін? Ол солай. Мен ол керісінше Гүлнұр апайға рахметімді айтамын. Өйткені сол кісі арқылы біз одан сайын танылып жатырмыз, жаңа киноларына түсіп. Енді мына жақтан да жаңағы киноларға түсіп жатырмыз деген сияқты. Бұның бәрі бір-біріне көмектеседі негізінде. Дариға Бадықованың 2 күйеуі бар кинода. Сіздің қызғанатын тұсыңыз бола ма? Жалпы партнер ретінде? Партнер ретінде, партнер ретінде мен қызғанам. Және бұл қаншалықты күлкілі болса да, ол солай. Өйткені бауыр басып қаласың кәдімгідей. Сен менің партнерім едің ғой деген сияқты бүйтіп қызғанып. Жарайды, енді өзің қарайсың ғой деген сияқты кішкене сондай бір әзілдесеміз біз көбінесе өйстіп өмірде. Өзіне де айтамын,
Олжаспен түсіп жатсың ба, жарайды деген сияқты. Сен маған ұсынған сияқты едің бұл рөлді, неге жарайды енді деген сияқты бір әзіл ретінде бір жағынан да шыны бар, жаңағы өйстіп әзілдесеміз. Ол кісінің түсіріп жатқан фильмінде Олжастың орнында сіз болу керек пе едіңіз негізі? Негізінде ол кісі маған Дариға кезінде айтқан болатын. Рүстем, ол кісі андай аяғына дейін айтпайды ештеңені. Өйстіп тұрады да, Рүстем деп бүйтіп бір қаратып алады. Я дейсің, бір жоспарым бар еді менің. Қандай жоспар? Сол кино ғой баяғыны. Сол кино түсірсем ба деп тұрмын, сен маған керек болып қаласың ау. Жарайды, кейін сөйлесеміз дейді, бітті. Ана жерде өзің отырасың, сосын не болып кетті, не айтты, қашан, не кино деген сияқты ше. Оны қайттан сұрасаң, жарайды, Рүстем, кейін сөйлесеміз деп бүйтіп басын қасиды да. Ал сосын ойланып жүресің. Кейіннен қарап отырсам, Олжас екеуі баң етіп шықты кәдімгідей, бомба болып. Саундтрегімен жарып алды бірінші, сосын трейлер шықты, сосын киносы шықты. Мен тек қана қуанам, мен өзіне де айтам. Мен ризамын саған деймін, Дариға, молодец, жарып атсың, шулатып атсың, керемет. Өнер деген осылай болу керек. Біз бір-бірімізді керісінше қанаттандыруымыз керек. Бір-бірімізге жақсы сөз айтуымыз керек. Өйткені бұл өнер, бұл өте қиын жол. Сондықтан да демеу керек. Бір ауыз сөзің ол үлкен бір демеу болып саналады. Жасай берсін дегім келеді. Мен түскенде ғой осы жерде, осы жерін осылай ойнар едім деген сияқты сізде сыни көзқарас болды ма ол кісінің фильмі шыққаннан кейін? Енді шыны керек, кім Олжас, ол үздіктердің үздігі. Мен оны өзіне де айтам, ол өзі де біледі оны. Рахмет деп жаңағы. Олжас академияда бірге мен группаласым ғой. Группаласым болғанда ол жаңағы драмада оқыды, мен режиссерскийде оқыдым деген сияқты. Сол кезден ақ көзге түскен бала еді негізінде Олжас. Сол кезден ақ жарқылдап жүрген энергетикасын көрген кезде мен таң қалатын, молодец ол жігіт деп. Сөйтіп мен білгем оны. Жарат мына жігіт деп. Сол сияқты мен Нышанбекті де байқағам сол кезде. Оларға әзілдеп болсын айтатынмын. Сен ертең звезда болған кезде өзінше болып кетпе деп ше. Жоқ деп, ол кезде қатты қалжыңдасамыз, ол кезде бетіне тіке айтасың көп нәрсені. Өзінше болып баратса өзінше болмашы деген сияқты. Қазір де айтам ғой енді, бірақ дегенмен мықтыларды мықты деп айту керек, шынымен де. Актерлар туралы сөз болды ғой. Сіз қалай қарайсыз блогерлердің кинода бой көрсетуіне? Кәсіби білімі жоқ, яғни. Бола берсін. Көрермен оны өзі шешіп алады. Мен мысалы қазір былай деп қойып, ертең ренжітіп қоюым мүмкін, бірақ дегенімен бір база керек. Мен оны жүрген жерімде айтып жүремін. Көп адамдар сұрайды менен, мен білімім жоқ, мен киноға түсе аламын ба? Түсе аласың, иә. Бірақ бір база алып алшы деймін да, мысалы міндетті түрде бір жүргенікті оқу емес. Міндетті түрде бір неге қалай айтсам болады, колледжге түсу емес деген сияқты ғой. База алып алсаң, болды. Ертең сен өтірік ойнамайсың, өзің үшін жақсы болады деп айтамын. Сөйтіп құлаққа ілетіндер іледі, ілмегендер сөйтіп кетеді. Оларға ештеңе демеймін. Бірақ блогерлердің де блогері бар. Кәдімгідей оқымай-ақ сеніп тұрады ойнап жатқан рөліне. Тілі таза. Оларға ештеңе деп айта алмайсың. Кәсіби актерлар көбінесе бұл үрдісті, өнерді қорлау деп қабылдап жатады ғой. Өтірік ойнап жатса, мен де жыным келеді ондай нәрсеге. Мысалы, өзінің бомж екеніне сенбей тұрып, өтірік ойнап жатса, че деп сөйлесе, ол мен сенбей қаламын. Өйткені ол тілі дұрыс болмай тұр да. Мысалы. Сосын жаңағы ойын өтірік болып жатса, мен сенбеймін. Бірден деймін жаңағы. Ол мен ғана емес, ол қазір біздің көрермен өте ақылды. Біздің көрерменді қазір қалам-баламмен алдай алмайсың. Өтірік ойынмен алдай алмайсың. Көрерменнің талғамы қазір өте мощный. Сіз түсіріп жатқан фильмде блогерлерді шақырмадыңыз ба? Олардың әлеуметтік желідегі оқырмандары үшін, жарнама үшін деген сияқты. Ондай ой болды. Кәдімгідей. Өйткені қазір танымал болу оңай болып қалды ғой баяғыдан қарағанда. Мысалы, біз баяғыда талай сериалдарға түстік, қашан атым шығады деймін деген сияқты сұрақтарға жаңағы өз-өзімізге қоятынбыз сондай сұрақты. Что-то атым шықпай жатыр мен деп. Сөйтсем мәселе одай емес екен. Мәселе сенің түсіп жатқан киноңда екен. Мен сөйтіп кейіннен таңдай бастадым. Мен мысалы дәрігерді ойнасам, мен қайтадан дәрігерге шақырсам, мен уже тоқтау беретінмін кішкене. Таңдай келе, керісінше өзіме де қызық болып кетті сол нәрсе. Мен мысалы бомжды ойнағым келеді. Мен мысалы орыс тілді бір жігітті ойнағым келеді. Болмаса
қалай айтсам болады, әр түрлі рөлдерді ойнаған сайын актер шыңдала береді. Маған сол нәрсе қызық. Ал анандай блогерлерді шақыру, оның маркетинг жағы ғой. Оны маған сол группадағы қыздар айтты кәдімгідей, біз сөйтуіміз керек, осындай ход жасауымыз керек деген сияқты. Бізде бірақ енді қарап отырсам, көбінесе кәсіби актерлар түсті негізінде. Ғани Құлжанов ағамыз сияқты, Ерболат Әлқожа ағамыз сияқты, Бикош ағамыз, Сержан Братандағы Була. Олармен маған мысалы комфортнее дейді ғой ойнаған. Сол үшін шақырдым. Жалпы әр актердің өзінің арманындағы рөлі болады ғой. Сіздің айтқаныңыз шизофрениктің рөлімен бір жүрекпен сезінетін рөлді сомдағым келеді деген екенсіз. Шақыртулар болмай жатыр ма? Өте жақсы сұрақ. Біз осыған енді келе жатырмыз. Біз қазір жалақтап болдық. Қысқасын айтқанда, андай комедия болып келе жаттық та, енді тарс етіп бір басқа бір кезең туды. Қазір ойланатын кино қызық. Қазір ужас қызық болып баратыр. Жанрлар өзгеріп жатыр қазір. Қазір түсінбей қалдық біз шыны керек, халыққа не керегін. Ужас түсіреміз деп ойланып қалдық. Ол қалай болады деп, ертең оны қалай қабылдайды. Комедия жоқ, комедиядан шаршады халық деп. Ондай ой бар ғой сізде де. Тура сондай ой менде де болды. Халық комедиядан жалықтау деп ойладым. Енді драма кезеңі болатын сияқты. Осылай кәдімгідей проблеманы ортаға қойып, шешіп соны, ешқандай бетімізді демей, күлдіртпей адамды. Серьезный подход келген сияқты енді. Ойландыратын, толғандыратын, жылататын кинолар кететін сияқты енді. Аға, сіз танымалсыз ғой, табысты деп айтуға болады ма сіз? Қаншалықты табысты актерсіз? Енді осыған келе жатырмын ғой, міне кино түсіріп қазір. Енді осыған дейін шыны керек, енді біз өзімізше бір ставка қоямыз. Бірақ оның қазіргі заманның талабына байланысты кей кезде сай келмей қалады. Кей кезде ойланып қалып жататын кездер де болады. Басқа сал бір қосымша бірдеңе керек еді, бизнес па, базар ма, білмеймін. Сондай бір нәрсе керек пе еді деп әлі де ойланып жүрмін негізінде. Осы кино арқылы мінекей көрейік деп жатырмыз. Жасыратын ештеңесі жоқ. Жағдай жасап алғаннан кейін мүлдем басқа бір ойлар келетін шығар. Әзірге мынау бытты кішкене реттеу керек болып жатыр әлі де. Көрдіңіз ба? Ертең осыны түбегейлі реттегеннен кейін ары қарай мүмкін бір басқа бір нелер шығатын шығар, ойлар. Мынадай бір сұрақ қойғым келіп отыр, алдын ала кешірім сұраймын, егер жеке сұрақ болса. Базалық қажеттіліктеріңіз жабылған ба сіздің? Пәтер, көлік мәселесі деген сияқты. Өйткені бұл сұрақты қойып отырғаным, қазақ өнеріне қажет деген мамандар бір уақыттары сұхбат беріп жатады. Менде үй жоқ, әлі баспана жоқ деп. Тіпті үлкен жасы бір шамаға келген қоғам қайраткерлер де, мысалы. Сізде бұл мәселе жағы қалай? Енді баяғыда бұл мәселені интервьюда айту кішкене ұят еді. Мысалы, білмеймін, енді ол көп айтылмады, шыны керек. Бірақ енді қазіргі кезеңде көп нәрсе өзгеріп жатыр. Қазір бәрін ашық айтып жатыр. Иә, мен де мысалы естідім көптеген, мысалы мықты деп жүрген кісілердің әлі үй жоқ деген кезде қалай деген сияқты сұрақ болды менде. Біздің билікке бүйтіп қарадым. Мына үй жоқ па деген сияқты. Болды ондай ойлар кезінде. Және де мен шок алатынмын сондай кездерде. Бірақ енді осы уақытқа дейін тырмаштанып жүріп, әйтеуір мен қазір Аллаға шүкір үйім де бар, көлігім де бар, бірақ мен көлік айдауға мүлдем қызықпаймын. Келіншегім айтты маған, Жанар, көлік керек бізге, балаларды ары бері тасимыз деген сияқты, ертең қосымшасы бар, үйірмесі бар деген кезде мен айтқан болатын, онда мен саған машина алып берейін, сен айдай бер көлікті. Маған ол нәрсе, білмеймін, мұқтаж емеспін мен көлікке. Рөлде отырған ұнамайды сізге? Иә, мен жаңағы бүйтіп аппликация етіп отырғанын ұнатпаймын. Өйткені менде миымда информация көп. Мен соғып алуым мүмкін просто барып ше. Бірақ енді көліксіз болмайды. Бірақ енді мен оны да жаңағы ойластырып қоямын. Бір жерге бару керек болса, мен достарымда көлік бар, таныстарымда көлік бар, соларға звондап айтамын. Осындай күні маған Таразға шығу керек деген сияқты, я болмаса Талдықорғанға жол жүру керек деген сияқты. Олар дайын отырады сақадай сай болып. Айтсаң болды деп. Жаңа айтып жатырсыз ғой, мемлекетке қараймын деп. Мемлекет, өнер адамдарына қандай жағдай жасау керек деп ойлайсыз? Ішіңізде жүрген бір әттеген ойлар болады ма? Әттең, осы жерде осылай істесе екен деген сияқты. Бұл сұрағыңыз өте күшті сұрақ. Әрине, араласу керек. Әрине, сұрау керек жағдайын қалай деп. Мен сіздерге айта кетейін, біздің Болат Атабаев ұстазымыз, марқұм. Ол кісі простой пример айтатын. Мысал,
Сен өнер адамысың, сенің миың мүлдем басқаша орналасқан, қарапайым адамдарға қарағанда деген сияқты. Ол кісі сөйтіп мысал келтіретін. Сен қиялсың, сен басқа адамсың, сен мировоззрениең басқа, сен басқа ойлар мазалайды. Енді сен үйіңде дейді, міне қара дейді. Холодильнигіңді аштың, пустой болса, онда сен мына жақта өнерді ойлайсың ба, жоқ әлде бытты ойлайсың ба? Көрдіңіз ба? Мысалы, Азамат Сатыбалды ағамыздың да интервьюі бар. Мен үйге мысалы пияз, картошка, нан алып келмеймін дейді. Мен ондай нәрсемен айналыспаймын дейді. Ондай нәрсемен мені мазаламаңдар деп отбасыма да айтып қойған, бәрін біледі дейді олар. Мен оларға керекті қаражаттарын беремін дейді. Мә, ал, өзің ал, білмеймін, Яндекс шақыртасың ба, біреуді шақыртасың ба, әйтеуір алып ал. Бірақ мен мына жақта басқа жұмыстармен айналысып жүрмін. Мен оны әкеп бере алмаймын саған деген сияқты. Сондай мысал келтіреді, ол рас нәрсе. Бұл өмір болғаннан кейін бәрін байланыстырасың, енді амал жоқ. Бірақ өнер адамында бір еркіндік болу керек. Ол ары қарай шарықтау үшін, ол ары қарай қиялдау үшін, тың дүниелерді әкелу үшін, тың идеяларды әкелу үшін оның қолы бос болу керек көбінесе. Мемлекет қалай жағдай жасау керек? Мемлекет сұрау керек, жай ғана келіп сұрау керек, жағдайың қалай сенің деп. Бір ауыз сөз. Сол кезде айтамыз ғой енді жағдайымызды. Білмеймін, маған бір шағын бір кішкентай бір офис болса да маған мен қуанатын едім мысалы. Мен қазір офис жалдау үшін ондай ақша менде жоқ, расын айтайын. Маған мысалы кішкентай бір офис болса жақсы болар еді. Сол жерде бас қосып, сол жерде творчествомен айналысуға. Шетелдік фильмдерде қарасақ, актер десе төбесіне қолшатыр ұстап, кофеңіз ба, шайыңыз ба деп жағдайын жасап жүрген жұлдыздарды елестетеміз ғой. Біздің қазақ актерлары қандай өмір сүреді кино түсірілім алаңында? Енді кейінгі кезде көп нәрсе өзгеріп келе жатыр. Оны жаңағы өзіміз де байқаймыз ғой енді актер болғаннан кейін. Әр площадка әртүрлі. Кей кезде зонтик тұрмақ крафт болмайды. Сол кезде ойланып қаласың, мынау қалай сонда крафт жоқ па не деп, жаңағы шай жоқ па? Аға, шай жоқ, кешке шыдай тұрыңызшы, ана жақта түсіреміз, сол жерде ішіп аласыз дейді. Жарайды деп, оған да көнесің. Кей кезде крафттың көкесін жасап тастайды. Кәдімгідей мынандай машина шақырады, соның ішінде тамақтың түр-түрі бар, кофенің түр-түрі бар, чайдың түр-түрі бар, печеньенің түр-түрі бар, конфеттің түр-түрі бар, соны алып таңдап тұрып жеп қалатын кездер болады. Одық баласың, оған да мән бересің кәдімгідей. Мынау не деген отношения деп. Сосын ұялғанымен жұмыс істейтін кездер болады кей кезде. Қуыршақ театр сізді жұмыстан шығарып жіберді ғой. Себебін бөлісе аласыз ба? Ол енді сол 30-дан асып барамын оқиғасына байланысты болды. Сол кино байланысты. Сол кезде бір қызық жағдай болды. Мен 30-дан асып барамын киносына түстім. Ол жердегі рөл маған өте қатты ұнады. Және де халыққа да ол кино өте қатты ұнады. Сосын маған жаңа жұмыстан звондады. Сен неге ондай киноға түсесің деп. Мен айтамын, мен актермін ғой, мен сварщик емеспін ғой. Мен басқа нәрсе істеймін ба, мен киноға түсем. Мен сол арқылы қазір отбасымды асырап отырмын, былайша айтқанда. Факт. Жоқ, сен кішкене таңдамайсың ба? Бізде қайдан таңдау қазір? Ешіп жауап беремін, қандай таңдау? Бізде міне, бір сезон дейді ғой, бізде де ондай бар. Көктемнен бастап ақырын звондай бастайды. Міне, осындай кезде кино басталады деген сияқты. Сөйтіп күзге дейін жұмыс істейсің, одан ары қарай тоқтап қалатын. Съемка жоқ ары қарай. Ал бұл кино қыста түсірілгендіктен, мен міндетті түрде барамын оған. Өйткені маған ақша керек. Сөйтіп киноға барып түстім, осылай дауыс шығып кетті, сосын жұмыстан звондады деген сияқты. Сөйтіп кейіннен акиматтан звондады, маған түсінбей қалдым мен. Сосын мына кино провокационный кино екен дейді. Енді не қылайын дедім. Қазір провокация біз ғана түсіріп жатырмыз ба дедім. Көптеген адамдар қазір ашық айтып жатыр ғой. Мысалы, көптеген кинолар қазір ашығын айтып жатыр. Патруль өзінше тиісіп жатыр, мысалы, жоғары жаққа. Хотя бы в кино, мысалы, ол жерде кәдімгідей айтқан. Больницада су тамшылап тұратын бәрін ашық айтқан. Ол енді меңзеу қайда, ана жаққа, әрине. Енді 30-нан асып барамын киносына түскендіктен осындай бір дау болып кетті. Сөйтіп жұмыстан шығарамыз дейді. Шығарыңдар дедім. Мен өлмеймін дедім. Мен бағана Атабаев ұстазымның сөздері келіп жатыр ойыма. Ол кісі айтады, мен өлмеймін дейтін. Мен творчествоның адамымын. Мен өнердің адамымын. Мына жерден шығар жіберді ма? Жарайды. Театрдан кетемін дейді. Художник бола саламын мен дейді. Қазір суретті міндетті түрде живописец қылып салу міндет емес қой. Қазір оның да өзінің түр-түрі направлениясы бар. Мен оны сатамын картиналарымды дейтін. Ол жақ болмады ма, мен мүлдем басқа нәрсе, мен музыкамен айналысып кетемін дейді. Көрдіңіз ба?
жан жақты кісі болған. Біздің де миымызға сол сіңді, біздің де миымыз солай дамыды. Жарайды дедім, мен театрдан шығарып жіберсеңіздер, шығарып жіберіңіздер. Сіздер ғана ма театр? Мен басқа театрға барам. Ол болмаса мен келіншегіммен клип түсірем, әнші болам. Өйткені мен муздраманы оқыдым, мен тек қана актер емеспін, мен ән де айта аламын. Ол болмады ма, жарайды, мен жеке бір театр ашам. Бір 4-5 актерден құралған. Ол болмады ма, мен де сурет сала аламын, мысалы. Ол болмады ма, түрлі әзіл театрлар бар. Мысалы, өнер қырандарымен бастадым кезінде. Мен ол жігіттерге, мысалы, барсам кетті демейді ол кісілер маған. Сол сияқты мен күлдім ол кісілерге. Осы киноға бола мен шығарып жібердіңдер ма? Жарайды, кеттім. Қазір мемлекеттік қызметке шақырту келсе барасыз ба? Жоқ, бармаймын. Өйткені мен кезінде талай есікті қақтым. Жоғары жақтағы. Сол акиматқа да болсын бардым кезінде. Мен осылай кино түсіргім келеді. Жастарға арналған. Жыр болып кетеді, жоқ болып кетеді, телефондарын алмай қалады. Жарайды, бірден түсінікті болады маған. Мен жынды емеспін, 10-шы рет звондайтын. Жарайды деймін. Сол сияқты бағанағы сіздің айтып жатқан сұрағыңыз жақсы сұрақ негізі. Неге бір адам келіп, жарайды, министрдің өзі келмей-ақ қойсын, бір адамын жіберсе болады ғой, мысалы. Ол адам барамай ма, оның астындағы бір адам келсін, мысалы, қол астындағы. Айтамыз, мысалы. Мен кино түсіргім келетінін айтар едім оларға. Мен анимациялық кино түсіргім келетінін айтатын едім, мысалы. Көп әңгіме негізінде. Әйеліңіз туралы көп айтасыз ғой өзіңіз де. Әйеліңіздің тарапынан сізге қолдау көп болатын сияқты. Сіз қалай жарыңызды қолдап жүрсіз? Жаным Жанаргүл десем, біз қосылғалы бері тәй бір-бірімізді қолдап келе жатырмыз. Өте қатты қолдаймыз. Кейде сол Жанардың қолдауы маған бір үлкен күш береді. Бір ауыз сөзінен мен шабыттанам кәдімгідей. Тау қопаруға дайын болам керек десеңіздер. Осы өнер саласында. Бір-бірімізге шабыт беру арқылы келе жатырмыз. Келіншегіңіздің қай қасиеті ұнайды сізге? Ақылдылығы. Оны мен бірден байқаған болатын. Сұлулығымен қоса ақылдылығы қатар жүреді. Шығармашылық жұмыс барысында сіздер әртүрлі рөлде боласыздар. Әртүрлі партнермен ғашықтық сахналарын сомдайсыз. Жалпы өнер адамы рөлден шыға алмай, болмаса сол рөлден кейін партнерына сезімі оянып кетуі мүмкін бе? Әркімге әрқалай. Әркімнің басы бар, ешкім үшін жауап бере алмайсың. Мысалы, мен өз басыма жауап беретін болсам, бұл менің жұмысым. Біздің қайтадан мінеке айтып жатырмын, Болат Атабаев ұстазымыз марқұм көп нәрсе айтатын бізге. Ол кісі жұмысымен ғана, жаңа осы сабақпен ғана көп нәрсені түсіндірмей, бізге өмірлік тәжірибесімен де көп нәрсені түсіндіретін. Сол кісінің бір сөзі есіме түсіп отыр қазір. Ол кісі айтатын, бәрін бірінші рет істеп тұрған сияқты болу керек дейді кинода. Бірақ сен түсініп тұру керексің ғой дейді, сен профессионал болу керексің дейді. Келдің ба, міне жұмыс істеу үшін келдің, болды, жұмысың жаса, кет дейді. Басқа нәрсе, тыс нәрсенің бәрін алып тастаңдар дейді. Ол сендерге өнер жасап айналысуға кедергі болады деп айтатын. Жалпы сіздің сымбатыңызға, өнеріңізге ғашық болатын бойжеткендер бар шығар. Мүмкін әлеуметтік желіден хат жазатын шығар, иә, қазір. Отбасын сақтап қалуға сізде бір қандай да бір ұстаным ба, немесе не түрткі болады, не себеп болады? Менің таңдауым ғой бұл. Келіншегіммен танысқан кезде мен таңдадым. Бұл мен өз таңдауыма қалай қарсы шығамын. Көбісі айтады ғой, жаңа махаббат кетеді деп. Махаббат кетпейді, махаббат керісінше деңгейіне өтесің, түр-түрлі махаббаттың деңгейіне. Бірінші жүресің, ұсыныс жасайсың, ол да бір бақыт. Қол ұстасып қосыласың, ол да бір бақыт. Той жасайсың, ол да бір бақыт. Ең алғашқы балаң, ол да бір бақыт. Мысалы, сөйтіп кете береді. Баспалдақ сияқты кәдімгідей. Мен өзім солай түсінемін. Ашыла береді ол махаббаттың, қалай айтсам болады, баспалдағы шексіз деп білемін. Маған Жанардың бір қасиетін айт. Мысалы, ол менің қолымнан келмейтін нәрсені біліп тұрса да, соны маған айтатын. Ал мен сол нәрсені істейтінмін. Көрдіңіз ба? Мысалы, ол тұрып бүйтіп айта салуы мүмкін да, кезінде мысалы, маған телефон керек, осылай айфон керек дейді. Телефон болса да. Соңғы шыққан айфонды айтып қалуы мүмкін, мысалы. 16 деп. Менің телефоным бар екенін білем, оның да айфон екенін білем. Келесі күн сюрприз қылып берем соны. Мысалы, жарайды, кішкене мүмкін емес нәрсені айтайықшы, мысалы. Ол бүйтіп айтуы мүмкін.
Америкаға барғым келеді деп айта салуым мүмкін. Өстіп отбасымызбен деп. Сосын мен тұрамын да оның жолдарын іздеймін, так, агенттерді іздеймін, тақ, телефондарын тауып аламын, солармен сөйлесем, Жанар шақырам жүр, аяқта бір не шығып тұр. Біз дайындайды кішкене, посолдың алдына не деп айту керек деген сияқты, соның бәрін дайындап береді, сосын барамыз. Бізге енді ең әуелі паспорт керек қой. Посолдың алдына бардық, посолдың алдына тұрмыз, сосын посол бізге бір-екі сұрақ қойды. Біз тұрдық та осылай барғымыз келеді, Америкаға көргіміз келеді, біз актермыз, бізге шабыт керек, бізге ел көру керек, жер көру керек, Америка неге арманда кетеді, біз көргіміз келеді деген сияқты жауап бердік. Посол тұрды да, сендер өнер адамсыңдар ма? Иә, әлі болмадыңдар ма Америкада? Жоқ, әлі болған жоқпыз. Енді десем, мә сендерге печать. Сөйтіп маған печать берді, Жанарға печать қойды, паспортына 2 балама печать қойды да, сөйтіп 4 паспортты ұстатты қолымызға. Бүйтіп қалдық әлгі жерде, мәссаған, Америкаға бізге виза бар. Көрдіңіз бе, баспалдақ келе жатырмыз. Сол Жанардың бір ауыз сөзіне боламыз, мысалы кезінде айтқан, Америкаға барғым келеді деп. Сөйтіп бір күнді белгіледік, самолетті алдық, бір қарасақ Дохаға ұшып баратырмыз, бір қарасақ Дохадан Нью-Йоркке кетіп баратырмыз. Бір уақытта Нью-Йоркке қондық, сол жақтағы біздің достарымыз күтіп алды. Нет ничего невозможного. Қарап отырсаңыздар. Бәрі мүмкін екен бұл өмірде. Ол маған бір нәрсені айтып қалады, мен соны істеймін. Мүмкін болмаса да бір жолдарын іздесең әйтеуір бір шыға келеді. Сол сияқты Европаға да солай болған кезінде. Ең қымбат жасаған қандай сыйлығыңыз бар? Ең қымбат. Европада жүрген кезде бір Dior магазин тұр екен, соған кірейік деді. Жүр кірейік. Бір уақытта очки тағып тұр, аха. Қанша тұрады? Осынша. Депші, ол кезде бәрі евро ғой ол жерде. Ол тоқта, теңгемен қанша болады? Осынша болады. Қанша болады екен? Саған депші әлгі жерде. Миллион бір бәле ана очки. Ол мені алып беремайды деп тұр сол жерде. Мен тұрамда алып берем мен саған дедім. 10 көз банкі қойшы деп. Я, берем. Давай тақ. Осы очки ма? Ал. Көрдіңіз ба? Мен керісінше жүрген жақсы көрем да. Ол мен ойлайды, әперемайды деп, мен әперем. Осы нәрсе маған да азарт, маған да қызық нәрсе. 13 жыл болған екен ғой, иә, отбасы құрғандарыңызға. Қандай кеңес бере аласыз жас отбасыларға? Мендікті алып тастау керек. Мен деген сөзді азайту керек. Ең басты нәрсе, ең ұрысқа көп әкелетін нәрсе осы. Өйткені баяғыда осы менің арқасында көп таяқ жедім мен осы өмірде. Семья құрғаннан кейін мен деген сөзді азайтсаңдар, өздерің түсінесіңдер көп нәрсені. Жастарға айтарым сол. Сосын эгоисттік сезімді алып тастаңыздар, сыйлай біліңіздер бір-біріңізді. Әсіресе ортада бала болған кезде бір-біріңізді 10 есе сыйлай бастаңыздар. Одан сен еш жерің ауырып қалмайды, түсіп қалмайды, мысалы қарап отырсаңыздар. Керісінше сен сонымен құнды бола бастайсың. Бір-біріңді сыйлау арқылы. Балалардың қасында көп болатын жалпы әке ретінде көреміз. Түсірілім алаңдарында жүрсеңіз, балаңызбен бірге жүресіз, көбіне. Балаңызбен көп уақыт өткізуіңіз кезінде өзіңізде орын толмаған, әкеңізбен бірге уақыт көп өткізе алмаған сәттеріңіздің әттеген-айын толықтыру деп ойлайсыз ба? Ол дәл солай деп білем. Өйткені мен кезінде әкем маған жетіспеді. Әкем мен жанымда жүрсе ғой, әкем маған осындай әперсе ғой, әкем маған осындай кроссовка әперсе ғой дейтін сияқты ойлайтым. Ал дәл қазіргі уақытта мен оны әдейі істемейсің ғой енді. Мен балаларымды онсыз да жақсы көремін, мен онсыз да алып беремін ол заттардың бәрін. Мынау заман, өмір сондай. Қазір балалармен уақыт өткізу кішкене қиындау. Біздің жұмысымызбен екі есе қиын. Мен керісінше сол нәрсені ескере отыра, мен керісінше балаларыммен уақытты көп өткізуге тырысамын. Баяғыдан шалдың балалары мысалы ертіп жүретін ғой немерелерін, сол сияқты болғым келеді. Мен солай өсіргім келеді. Мен жүрген жерімде оларға практикамен сабақ бергім келеді. Ұлыңызбен бірге киноға түскім келеді деп айтқан едіңіз. Біз түстік. Иә, осы сен маған керексің. Қай ұлыңыз өнерге жақын, әлде үш ұлыңызды бірдей өнерге тәрбиелегіңіз келе ма? Енді оларды қазір сәл түсінбейміз. Өйткені әлі кішкентай. Бірақ енді дегенмен мен кішкентай ұлым қатты жақын сияқты өнерге. Өйткені осы сен маған керексің киносында мен кішкентай балам жалғыз мені ғана емес, бүкіл жаңағы түсірілім алаңындағы жүрген адамдардың бәрін аузын ашқызды. Мына бала дайын тұрған әртіс қой деп кәдімгідей.
бәрі айтты, мен көздеріңде кетпесін түкіріп қойыңдаршы деген сияқты жүрдім сол жерде. Задачасын да өзім бердім. Яқтан Елжан да береді жаңа задачаны. Енді бүйтіп ойна деп ол жаңа балалармен күшті жұмыс істейді. Әлгі жерде балам кәдімгідей мастер-класс көрсетті. Ол жерде менің баламның сомдаған рөлі өте қиын рөл. Ол кішкентай баланы ойнаған жоқ ол жерде. Ол онымен қоса аурушаң баланы ойнады. Өзінің әлемі бар, балалар бар ғой. Сондай баланы ойнады. Ол өте қиын болды ол үшін, бірақ ол дегенмен күшті ойнап шықты. Мен соған өте қатты таң қалдым. Кімнің ғана екен деп ойладым әлгі жерде. Жанардың ба әлде әкесінің ба. Бірақ енді дегенмен риза болдым. Өз балаң сөйтіп бір белестерге жетіп жатса қатты қуанады екенсің. Келіншегіңіз де актриса ғой, ол кісінің потенциалы толығымен ашылып жатыр деп ойлайсыз ба, әлде ішіңізде бір әттеген айлар болмайды ма? Менің көлеңкемде, менің жағдайымды жасап, мені алдыға жіберіп, болмаса бала тәрбиесі бар ғой деп шетке сырылып қалып жатыр ма өнері деген ой бола ма сізде? Ондай ой болады, мен өзіне де айтам, сен киноға да түссейші арасында деп. Бірақ ол кейіннен өзі айтады, маған кино қызық болмай қалды деп. Маған театр жақын деді. Жарайды дедім, олай болса әрине театрда ашыл, жұмыс істе. Ол театрға көп уақытын беріп жүр қазір, кейінгі кезде. Оған бұрынғыдай жаңағы сериалдарға, киноға түскен білмеймін, ұнамайды деп айтады өзі. Бірақ мен айттым, сен біздің киноға түсесің дедім. Я түсемін деді. Бірақ ол айтты бірден, мен анандай жылайтын, сықтайтын рөлге түскім келмейді. Маған рөл беретін болсаң, бір қызықты рөл берші. Мен антагонистканы ойнайын деді, жаңағы сенің басты рөлдің қарсыласы болып ойнайын деген сияқты. Сөйтіп жаңа Жанарға о бастан-ақ арнап сөйтіп сценарий жазған болатынбыз. Бұл біздің киномызда «Сен маған керексің» киносында менің келіншегім де бой көрсетеді, 3 ұлым да бой көрсетеді, мен өзім де бой көрсетемін. О бастан-ақ сондай ой болды бізде. Келіншегіңіз бен ұлыңызға гонорар төленді ма? Жоқ, осы жолы төленген жоқ. Өйткені мен айттым, Жанар дедім, мен саған, иә дедім, мен саған төлегім ақ кеп тұр, балаларыма да төлегім кеп тұр, бірақ сәл сабыр етейік. Міне, желтоқсан айы алыс емес, сәл шыдай тұрыңдар. Әзірге монтаж жұмыстары жүріп жатыр, көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Кейін мен сендерге ана жақтан есептесеміз дедім, жаңағы түсетін гонорардан. Ол сендерге берілетін ақша мүлдем көп болуы да мүмкін деген сияқты айтам. Көз жасына ерік беретін кездеріңіз бола ма? Иә, әрине. Біз жай ғана адамбыз. Біз әлсізбіз. Мың жерден мықты болып көрінгің келсе де бүйтіп. Бәрібір адамның ішінде бір өзінің бір әлсіз бір тұсы болады. Ол біреуді сағынатын шығар, ол бір ойлайтын шығар біреуді. Болмаса сол қайтыс болған адамдарды ойлайтын шығар. Көп қой енді. Мысалы мен досымыз болған Дамир деген, ол мысалы бір кезінде бір жол апатына түстік, ол жерде мен де болдым. Сол Дамир досымыз марқұм болып кетті сол жерде. Кейіннен жаңағы інім қайтыс болды. Ол інім менің жаңағы мамамның ағасының ұлы, Қайсар есімі. 11-ді бітіре сап, соңғы қоңырауды ертесі жасаймыз деп отырған кезде клубта жаңағы 20 жылдықтар тойлатып атқан, соларға қызық қой енді, бала болып барған ауылда. Сөйтсе бір көшеде бір кісі бір мас кісі келе жатқан. Әлгі жерде көшенің шамдары да өшіп тұрған екен. Яқтан бір машина басып келе жатқан. Ана сені ағаң ғой деп біреу айтқан, ана ойбай деп жүгіріп шыққан. Сөйтіп әлгі кісіні құтқарам деп екі жаққа қашқан кезде әлгі машина менің інімді соққан. Сөйтіп інім сол жерде тіл қақпай қайтыс болып кетті. Інімді мен бүйтіп өсірген едім кәдімгідей. Кішкентай кезінен әлдилеп. Сол інімді қатты сағынамын. Қазір мысалы ол кәдімгідей үлкен жігіт болатын еді. Көп енді айта берсең. Қарындасыңызбен араласасыз ба? Жоқ, біздің жаңағы семьямыз, мен әке-шешем ажырасып кеткен. Кейіннен ол әкемнен тағы басқа семья болды. Олар тоже ажырасып кетті мысалы. Бірақ қарындасым бар екен. Бірақ әлі күнге дейін білмеймін, араласқан жоқпын.
әкеңіз туралы сөз болды ғой, сіз сұхбаттарда өзіңіз ашық айтасыз, ол кісі алкогольге жақын болды деп. Сіз қалайсыз? Алкоголь тұтынасыз ба? Жоқ, мен мүлдем мен шынымды айтайын, мен қымыз ішсем қызарып кетемін. Мына жерде екі тамырым ұрып кетеді, кәдімгі тақ еткізіп. Бұл енді баяғыда енді болды, иә, бір балалықпен деген сияқты. Бірақ кейіннен түсіндім, маған дым керек емес екен осының. Оның үстіне осы әкем де маған үлкен сабақ болды деген сияқты. Әкем енді қазір Құдайға шүкір ішпейді. Иә. Өйткені мен былай да айттым әкеме, ұрысып та айттым, ренжіп те айттым, еркелеп те айттым, алдап та айттым. Оны түсінді әкем. Қазір жанымда, қолымда әкем. Жақсы ағам, онда қысқа сұрақ жауаппен сұхбатымызды тамамдасақ, Иә. Мен сізге бір қысқа сауалдар қояйын. Кім мықты актриса? Немесе кімнің ойыны ұнайды? Жанаргүл Жанаманова, Дариға Бадықова. Енді екеуі қалай айтсам болады, екі түрлі жанрда мықты. Мысалы, Жанаргүл драмада өте мықты. Өте. Қазір отырғызып көзіне жазағысыз десең, ағыза салады. Мысалы, білмеймін, енді мен Дариғаны тек қана комедиядан көп көрем. Комедиядан мықты әрине Дариға. Жақсы. Екеуін біреуін сол күйі таңдамадық. Таңдамадық болғанда енді қалай айтсам болады. Екеуі екі түрлі жанрдан мықты. Жақсы. Кино әлде театр? Мен үшін ба? Кино. Актер, продюсер, режиссер. Актер. Қуыршақ театры, Әуезов театры. Әуезов театры маған жақын. Келінжан, сен маған керексің. Екеуі де. Біреуін таңдай. Білмеймін, енді екеуіне де қатыстым, екеуіне де жанымды беріп жұмыс істедім. Екеуі де қымбат маған. Келесіне де тағы осылай жауап беретін шығарсыз. Гүлнұр Мамасарипова, Жандос Кәріпбаев. Енді Гүлнұр апаймен көп жұмыс істедік біз. Ол кісі маған көптеген бағдар берді, жұмыс берді, гонорар берді. Дегенмен енді Гүлнұр апай әрине. Қазақстан әлде Америка? Әрине Қазақстан. Мадина Садуақасова, Кәмшат Жолдыбаева. Мәссаған, мен қазір айтсам ренжітіп қоямын бұл көп адам. Енді екеуі де талант, екеуі де мықты. Енді Кәмшатпен мен көбірек жұмыс істедім. Сериалда болсын, жаңағы клипте болсын. Өмірде де көп араластым Кәмшат ханыммен. Кәмшат жақынырақ, иә. Жақсы уақыт бөліп сұхбатқа келгеніңізге рахмет аға. Бұйыртса киноңызға қолдау білдіріп міндетті түрде барамыз. Көрерменді 12 желтоқсан күні болатын «Сен маған керексің» атты фильмге шақырамыз. Иә, құрметті достар, міндетті түрде 12 желтоқсан келіңіздер. «Сен маған керексің» киносы барлық еліміздің кинотеатрында жүретін болады. Біз сіздерді күтеміз, қуана күтеміз. Келіп, шын мәнінде киноның қалай болғанын ашық айтыңыздар. Сіздерге бірақ енді шыны керек ұнайды деп ойлаймын, өйткені бұл тың дүние, жаңа дүние, фантастика деп отырмыз. Міндетті түрде келіңіздер. Біз сіздерді күтеміз. Аман болыңыздар. Көріскенше. Рахмет аға. Ал жақсы. Рахмет көп сізге. Аха.